Сәлем достар, біз сіздермен алдыңғы сабақта екі өрнектің қосындысы мен айырымының квадратын қарастырғанбыз. Бүгін тағы да сол тақырыпқа есептер шығарайық. Бізге есебіміздің түрі мына түрде берілсін. А квадрат минус 2а қосылған бір өрнегіндегі аның мәні тең болсын 101-ге және минус 9-ға. Осы өрнектің мәнін табуымыз қажет. Алдымен берілген өрнегімізді а квадрат минус 2а қосылған бірді екі өрнектің айырымының квадрат түрінде жазатын болсақ, ол бізде бірінші өрнегіміз а, ал екінші өрнегіміз 1-ге тең. Солай болса, а минус 1-дің квадратына тең деген сөз. Енді аның орнына 101-ді берілген өрнекке де қойып табуға болады, бірақ тиімдісі екі өрнектің айырымының квадратындағы аны белгісіздің орнына қойсақ, сонда бізде 101-ден аламыз 1-дің квадраты. Сонда 100-дің квадратына тең болады, ал бізде оның мәні 10 мыңға тең. Келесі енді аның орнына минус 9-ды қойсақ, минус 9-дан азайтамыз 1-дің квадрат. Яғни бұл жерде екі теріс сан қосылады, бірақ бәрі минус 10-ның квадратына тең. Ал бұл дегеніміз 100-ге тең деген сөз. Яғни кейбір есептерде берілген үш өрнекті екі өрнектің айырымының квадраты ретінде түрлендіріп алып, белгісіз аның мәнінің орнына берілген сандық мәнді қойып есептеген тиімдірек. Келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Бізде 6-тан 5p алынған 5-тен 3q-дің квадратын есептейік. Яғни бірінші өрнегіміз 6-тан 5 p-ға тең, ал екінші өрнегіміз 5-тен 3q-ға тең. Олай болса, бірінші өрнектің квадраты 6-тан 5 p-дің квадраты минус 2 еселенген 6-тан 5 p көбейтілген 5-тен 3q қосылған екінші өрнек 5-тен 3q-дің квадраты. 3q-дің квадраты. Ал әрбір мүшесін ықшамдасақ. 6-тан 5 p-дің квадраттасақ, 6-ның квадраты 36, 5-дің квадраты 25, p-ның квадраты p квадратқа тең. Минус. Енді 2 және 6-тан 5, 5-тен 3-ті көбейтіп ықшамдайтын болсақ, бұл жердегі 5 пен 5 қысқарады, 2 мен 6 2-ге қысқарады, 3 қалады, және 3 пен 3 қысқарады, коэффициенті 1-ге тең. Сонда қалады тек минус pq. Қосылған екінші мүшеміздің квадраты 5-тен 3q-дің квадраты 25-тен 9q-дің квадратына тең. Келесі есебіміздің шарты мына түрде берілсін. 1/3-тен 2 x-тің квадраты қосылған 0,6 y-тің 4 дәрежесінің квадраты. Осы өрнекті қосындысының квадраты формуласын қолдануымыз қажет. Тең берілген өрнегіміздің коэффициенттері біреуі араласқан, екіншісі ондық бөлшек. Оларды біз жай бөлшек түрінде жазып алсақ. Сонда 1/3-тен 2 дегеніміз ол бізде 3-тен 5-ге тең, 3-тен 5 x-тің квадраты қосылған 0,6 дегеніміз 10-нан 6, 10 мен 6 қысқарады, 5-тен 3 y-тің 4 дәрежесі. Осының квадратын есептеген тиімдірек. Олай болса, бірінші өрнектің квадраты, яғни 3-тен 5 x-тің квадратының квадраты болады. 3-тен 5 x-тің квадратының квадраты. Қосылған 2 еселенген. Бізде бар 3-тен 5 x-тің квадраты бірінші өрнегіміз, ал екінші өрнегіміз 5-тен 3 y-тің 4 дәрежесі. Қосылған екінші өрнегіміздің квадраты. Ол бізде 5-тен 3 y-тің 4 дәрежесінің квадраты.
Енді бұл жерде бізге еске түсіру керек осы 7 сыныпта өткен дәреженің қасиетін. Яғни дәрежені дәрежеге шығару. Алдымен коэффициенті 3-тен 5-тің квадраты ол бізде 9-дан 25 болады. Ал x-тің квадратының квадраты бұл жерде дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. Сонда тең болады 9-дан 25 x-тің 4 дәрежесі қосылған. Енді коэффициенттен есептесек 5 пен 5 қысқарады, 3 пен 3 қысқарып кетеді, тек қалады 2x квадрат y-тің 4 дәрежесі. 2x квадрат y-тің 4 дәрежесі қосылған. Енді 5-тен 3 y-тің 4 дәрежесінің квадраты. Алдымен коэффициенті 5-тен 3-тің квадраты 25-тен 9. Ал y-тің 4 дәрежесінің квадраты дәреже көрсеткіштері көбейтіледі. 4 пен 2-ні көбейтсек, y-тің 8 дәрежесіне тең. Енді келесі өрнегіміз мына түрде берілсін. x-тің m дәрежесі минус x-тің осы екі өрнектің айырымының квадратын есептеуіміз қажет. Олай болса, бірінші өрнегіміз x-тің m дәрежесінің квадраты минус 2 еселенген x-тің m дәрежесі көбейтілген x қосылған x-тің квадраты. Бұл жерде бірінші өрнектің дәрежесін дәрежеге шығару, яғни m мен 2-ні көбейтсек, бізде болады x-тің 2m дәрежесі. Минус, ал екінші бізде негіздері x пен x бірдей, бірақ дәреже көрсеткіштері әртүрлі. Біріншісінің көрсеткіші m болса, екіншісінікі бірге тең. Яғни көбейту кезінде негіздері бірдей болған жағдайда дәреже көрсеткіштері қосылады. Сонда 2 көбейту x-тің m-ге қосамыз бірді. Яғни m қосу бірге тең деген сөз. Және қосу бізде x-тің квадратына тең. Енді келесі есепті қарастырайық. Бізде a-ның m дәрежесі қосылған b-ның n дәрежесінің квадраты болсын. Яғни бірінші өрнегіміз a-ның m дәрежесін квадраттаймыз. Қосылған 2 еселенген a-ның m дәрежесі көбейтілген b-ның n дәрежесі қосылған b-ның n дәрежесін квадраттаймыз деген сөз. Бұл жерде дәрежені дәрежеге шығару бойынша m-ді 2-ге көбейтеміз. Сонда a-ның 2m дәрежесі қосылған екінші өрнегіміз, екінші мүшеміз, ол бізде a мен b-да әртүрлі болғандықтан тек өздері жазылады. 2a-ның m дәрежесі, b-ның n дәрежесі қосылған, ал b-ның 2n дәрежесіне тең. Келесі енді бізге керісінше берілсін. Мысалы, 16-дан 1 с-ның 4 дәрежесі қосылған 2s квадрат x және қосылған 16x-тің квадраты. Осы үш мүшенің қосындысын екі өрнектің қосындысының квадраты түрінде жазайық. Олай болса, 16-дан 1 с-ның 4 дәрежесі, яғни бір мүшенің квадрат ретінде қарастырсақ, яғни 16-дан 1 ол бізде 4-тен 1-дің квадраты, ал с-ның 4 дәрежесі дегеніміз, ол бізде с-ның квадратының жақсан сыртында квадрат деген сөз. Сонда 16-дан 1 с-ның 4 дәрежесі дегеніміз 4-тен 1 мен с-ның квадратының квадраты деген сөз. Қосылған 2 еселенген, яғни бірінші мүшеміз 4-тен 1 с квадрат болса, 4-тен 1 с квадратты жазайық. Ал екінші мүшеміз бізде 16x квадрат болса, ол бізде 4, яғни 4x көбейтілген. Қосылған 4x-тің квадратына. Сонда ереже бойынша a квадрат қосылған 2ab қосылған b-ның квадраты. Сонда бізде 4 пен 4 қысқарып кетеді да, екінші мүшеміз 2c квадрат x-ге тең. Сонда бізде берілген өрнегіміз 4-тен 1 c квадрат қосылған
4х-тің квадратына тең деген сөз. Келесі тағы бір осындай үш мүше берілсін. 9m квадрат қосылған 100n квадрат минус 60mn. Енді бұл жерде есептің шартына қарайтын болсақ, квадраты бар, квадраты және бізде айырым бар. Яғни бұл жерде мүшелер саны орнымен алмасқан. Ретімен жазып алайық. 9m квадрат бірінші мүше болса, онда минус 60mn-ді екінші орынға жазып, қосамыз 100n-нің квадратына. Енді осыдан 9m квадрат дегеніміз ол бізде 3m-нің квадраты деген сөз, минус екі еселенген 3m, яғни 60mn-ді бөлеміз 6m-ға. Сонда бізде қалады 10n. Қосылған 100 дегеніміз 10-ның квадраты және 10n-нің квадратына тең. Олай болса, берілген үш мүшемізді формула бойынша жіктеп алдық. Сонда бірінші мүшеміз 3m минус 10n-нің квадратына тең. Ал тағы бір есепті қарастырайық. Оны мен мына аралыққа жазсам. Бізде берілген өрнегіміз а квадрат в-ның 4 дәрежесі минус 2аб квадрат және 2аб квадрат х-тің 4 дәрежесі берілсін, қосылған х-тің 8 дәрежесі. Ал енді осы өрнекті екі өрнектің айырымының квадрат ретінде қарастырайық. Олай болса, бірінші өрнегіміздің өзі екі өрнектің көбейтіндісі болып тұр. Яғни осы екі өрнектің көбейтіндісін қандайда бір өрнектің квадрат түрінде жазсақ, а-ның квадраты, яғни а, б-ның 4 дәрежесі жашынан сыртында квадрат болу үшін б-ның квадраты. Осы санның ғана квадрат деп жазаламыз. Минус, сонда бірінші өрнегіміз а көбейтілген б-ның квадратына тең. 2 көбейтілген бірінші өрнегіміз а б-ның квадратына тең болса, ал екінші өрнегіміз х-тің 4 дәрежесіне тең. Ал қосылған х-тің 8 дәрежесін біз х-тің 4 дәрежесінің квадраты түрінде жазаламыз. Сонда бірінші өрнегіміз а б-ның квадратынан азайтамыз х-тің 4 дәрежесінің квадраты деген сөз. Яғни екі өрнектің айырымдарының квадратына тең. Біз сіздермен қарастырдық екі өрнектің айырымдары мен қосындысының квадратын. Келесі кездескенше сау болыңдар.